конкурс прошли, я говорю, все такие, мне кажется, счастливые были, наконец-то свое жилье, свой уголочек, вот столько уже потрачено силы, времени на все на это. И опять и ждем, и ждем, и ждем, и ждем, и ждем, и ждем. А цены на квартиры, на съемные, опять же, каждые полгода поднимают и поднимают. Петропавлда 72 отбасы мемлекеттік бағдарлама арқылы алғаны көптің күткені баспаналарына қоныстан алмай жүр. Олардың барлығы отбасы банк акционерлік қоғамының салымшылары болып табылады. 2021 жылдың желтоқсанында байқаудан өтіп, әлеуетті сатып алушылардың негізгі тізіміне кірді. Енді азаматтарға банкте төлем қабілеттілігі рәсімінен өту қалды. Осыдан кейін олар ресми түрде Порфиров Алпыс мекен жайындағы үйдің пәтер иелері болып санала алады. Тұрғындар сәуір айында баспаналы болу керек еді. Нысан өткен жылы пайдалануға берілгеніне қарамастан мұнда инженерлік желілер әлі де жоқ. Біз осы жолдасымызбен 5 жыл бойы отбасы банкта счет ашып, осы өзіміз ақшаны сонда оның зарплатасын бүкіл бәрін сол отбасы банкқа жинап, первоначальный взнос дейді ғой, соған жинадық. Енді отырық күтіп, қашан үй аламыз. Әлі олар ешқандай жұмыстарын өткізіп атқан жоқ. Бізде свет жоқ, су жоқ, жылу жоқ, ештеңе жоқ. Атлан мен Гүлнұр Сембаевтар қазір ауданда ата-аналарымен бірге тұруға мәжбүр. Ерлі-зайыптылардың 2 баласы бар. Күз айында олар кіші қызын Жасөркен шағын ауданында орналасқан балабақшаға беруді жоспарлап отыр. Егер жұмыстар қыркүйек айына дейін бітпесе, отбасы күн сайын 40 шақырым жерді өтіп келуі керек. Осындай проблемаға тек Сембаевтар жанұясы ғана тап болған жоқ. Тұрғындар үй салумен, инженерлік желілер жүргізумен және абаттандырумен түрлі компаниялар айналысатынына наразы. Невдомек, почему принимаются такие проекты? Мұндай жобалар неге қабылданады? Инженерлік желілерсіз жобалар қабылданып отыр. Яғни үй бөлек салынады, үй бюджеті бөлек, инженерлік желі бюджеті бөлек. Байқауы өтті. Тұрғын үй қазан айында салынған. Шілде айына дейін олар кәдімгі қарапайым инженерлік желіні құра алмай отыр. Мұндай жобалар заңнамада қалай қабылданады? Біздің әкімдік қайда қарап отырғанын білмеймін. Көп пәтерлі үйдің құрылысын зерттеу жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізді. Ал инженерлік желілерді сату басқа серіктестіктің басшылығымен жүзеге асырылады. Оны Бертис Construction жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қолға алған. Жалпы жобаға 32,5 миллион теңгеден астамы қаржы бөлінген. Құрылыстың нормативтік ұзақтығы сараптама нәтижелеріне сәйкес 1 айды құрайды. Алайда бүгінгі құрылысты бастау мүмкін емес, өйткені бұл үйдегі инженерлік желілер көрші 144 пәтерлі тұрғын үйдің инженерлік желілерінің жалғасы болып табылады. Бұл жоба бүгінгі күні іске асырылу сатысында, қаржыландыру ағымдағы жылдың шілде айында көзделген. Жергілікті әкімдік өкілдері тамыз айында көрші үйден желілер жүргізу жобасы бойынша жұмыстар аяқталған соң Порфиров Алпыс көшесінде орналасқан 72 пәтерлі үйді абаттандыру бойынша жұмыстар басталады деп сендірді. Дана Калеева, Роза Кошелева, Жұлдызбек Ермұқанов, Первый Северный.